Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге қазақ тілі пәнінен 2-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен Google немесе Яндекс іздеу жүйелеріне ұстаз тілегі деп теріңіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де қ.м.ж бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, тіркелу батырмасы арқылы сайтымызға тіркеле аласыз. Пән таңдау батырмасы арқылы бізге қажетті қазақ тілі пәнін таңдаймыз. Қазақ тілі пәнінен 2-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасына басамыз да, өзімізге қажетті сынып бойынша қ.м.ж-ны және презентацияны таңдаймыз. Құрметті ұстаз, жүктеу батырмасы басылғаннан кейін сіздің балансыңыз бірден алынады. Егер балансыңыз жеткіліксіз болған жағдайда, Kaspi.kz қосымшасының іздеу жүйесіне ұстаз тілегі деп тересіз де, өзіңіздің ID номеріңіз бойынша қажетті қаражатты толықтырасыз. Төлем жасалынған қ.м.ж-лар бірден жүктеп алу батырмасына ауысады. Жүктелген қ.м.ж сіздің загрузки бөліміңізде сақталады. Құрметті ұстаз, сіздердің назарларыңызда 130 бұйрықтың 7 қосымшасы бойынша жасалынған қ.м.ж үлгісі. Бұл қ.м.ж-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын қ.м.ж-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!